мына жағы да 3 см аласыздар. Сосын енді бұны ортасына қоямыз. Қараңыз, осылай айналдырып шығарамыз. Қараңыз, енді мына матаны қараңыз. Тек жағы жоғары қарай кету керек. Мына төмен қарай емес, жоғары қарай жету керек. Сонда мынаны біз былай қойғанда төменге қарай сырғып кетпейді. Енді енді тағы да тұрғызып, енді былай ашамыз. Мынаны да былай қоямыз үстіне. Тура мынаның жатырын алып келеміз. Артық жерін алып тастаймыз қырқып. Түсінікті ғой, қайтып шығарамыз. Анық видеоны қайталап көресіз. Енді былай тағы да қоямыз. Енді міне ең соңғысы былайын қойып тігеміз. Міне тігілді. Міне көрдіңіздер ғой, қараңыздар енді. Мынау ашылған кезде мынаның бір ұшына жабулы тұрады. Енді мына жағына өтеміз да, мына бір ұшында жауып шығамыз. Міне қараңыздар, мынаны ашамыз да, бір ұшына қойып тағы да тігіп шығамыз. Міне 3 жерін тігіп шықтық. Енді ең соңғысын қоямыз, қараңыздар. Ең соңғысында дәл тура солай етіп, тура осылай етіп, мында тігіп шығамыз. Тік жағы жоғары қарай тұрады. Соны мына жағын аламыз да, мына жерге қоямыз. Қараңыздар, мынаны былай аласыздар. Тура осының бір ұшына, мына басын көріп аласыздар. Соның дәл астына қоясыздар. Бастырып аласыздар, артық жерін алып тастап. Тағы да мынаны ашамыз. Міне көрдіңіздер ғой, ашып жатқанын. Тура мынаның дәл мынаның ұшына бүйтіп қоямыз, қараңыздар. Былай үстіне тағы да бастырамыз. Жіптеліп алған соң артық жерін алып тастаймыз. Тура мынаның астына кетеді. Мынаның да түзу жағын қараңыздар. Өйткені даже біреулер мынаны ұшпа-мұш қылып былай тігіп қойса, мынау жақсы шықпай қалады. Сол себепті мынаны қойғаннан кейін мынаның дәл ұшына тура келу керек. Бастырып бататыны былайнан кетеді. Қойып шығамыздар мынаны. Қолдарыңыз үйреніп қалса, тез істеп тастайсыздар. Тура осы видеоны қайталап көрсеңіздер, көрпешелеріңіз де үлкейтіп алып тігіп ала аласыздар. Міне тағы да айналдырып шығамыз. Айналдырып, дәл қырып шығамыз.